Алтын Орда тақырыбына қазір мемлекеттік деңгейде ерекше назар аударылып келеді. Бұл жалпы біздің ғалымдарымызға да үлкен жауапкершілік жүктейді. Себебі Алтын Орданың тарихына тек қана саяси хронология, патшалардың бір-бірін өлтіруі немесе әскери қақтығыстар тұрғысынан қарай емес, бір өркениет тұрғысынан қарауымыз керек. Біз жалпы мына қысқа ақпаратқа бейім болып алдық. Технология мен жалпы қазіргі заманның түйіскен тұсында жастар уақытты өте тиімді пайдаланады. Сондықтан жастарға біз кітап оқытудың сол тиімді тәсілдерін ұсына білуіміз керек. Ұлттық руханият, тарих, ұлттық код туралы айтып келе жатып, дін мәселесіне тоқтамау мүмкін емес. Яссауи мұрасы, Әл-Фараби мұрасы, соның ішінде жергілікті діннің түсінігі, олардың барлығын меніңше кешенді түрде зерделеу, кешенді түрде түсіну қажет. Құрылтай ұғымының тарихи әрі саяси мәнін қалай түсіндірер едіңіз? Сол құрылтай қазір кезеңде бізде парламент ұғымына көтеріліп отыр. Бұл ұлттық код ретінде қабылданған сөздің трансформациялануы, оның қайта жаңғыруы бізге жаңа жауапкершілік жүктейді. Геосаяси жағдай ушыққан минутына мың құбылған әлем ғой. Президенттің графигіне қарасақ, оны анық көреміз. Осы мысалға мамыр айында 3 саммит өтті Қазақстанда. Қазақстан президентінің жуық арада Қытайға баруы, немесе Трамппен телефон арқылы сөйлесуі, Еуроодақтың басшыларымен кездесуі, жақында ғана Ресейге барып келуі, немесе мына Орталық Азия саммитіне қатысуы, бұлардың барлығы. Бұл Ербол Сейілханның YouTube арнасы. Алдымен каналымызға жазылып, лайк басып, бұған дейінгі жарияланған видеоларға пікір білдіріңіздер. Себебі сіздерден қолдау қажет және молдау қажет. Тағы бір өтінішім бар. Арнамыздың қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Себебі дәл осы сұхбат жүктелген бойда сіздерге дереу хабарлама жететін болады. Ал бүгін Сейілханның студиясында қонақта белгілі мемлекет және қоғам қайраткері Дархан Қыдырәлі. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум салам. Қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Жақсы, шүкір. Ендеше бүгін Ерболдың арнасында көбіл төлемей елдің сөзін айтады дегенге сенеміз. Әрине, бұл енді екінші жолығып отырмыз, сондықтан сізге де сәттілік тілеймін. Жақсы. Ендеше сұхбатты былай бастайықшы. Қазақстанда қос палаталы парламент келмеске кетті. Енді өткен шақта айтып жатырмыз. Сіз енді Сенаттың депутаты болдыңыз сол кезде. Қазір қайда жүрсіз? Рахмет. Иә, Сенат жақсы тәжірибе болды. Сенатта бірқатар заңдар қабылдадық, бірқатар депутаттық сауалдар жолдадық. Жақсы достар таптық. Сондықтан әрине кейбір достарды қимайсың деген сияқты, бірақ бұл әр кезеңнің өзінің салты бар, әр кезеңнің өзінің атқаратын жүгі бар. Сондықтан қазір шығармашылықпен айналысып жатырмыз. Бір жағы елімізде үлкен өзгерістер болып жатыр. Соны қадағалап отырмыз. Сондықтан Сенатқа ешқандай қимастық жоқ. Сенат өзінің жұмысын жақсы атқарды деп ойлаймын. Тарихи миссиясын аяқтады және ол осы миссияны жақсы аяқтады деп ойлаймын. Түсінікті. Енді Дархан аға, сізді саясаткер, зерттеуші ғалым әрі шығармашылық адам ретінде жақсы білеміз. Енді айтыңызшы, осы 3 бағыттың тоғысында өзіңізді қай қырыңыз арқылы көбірек танытқыңыз келеді? Енді бүгінгі таңда уақытыңыздың көп бөлігін қандай ізденістерге арнап жатырсыз? Енді осы орайда Евгений Примаковтың бір сөз еске түседі. Ол кісіден де сұраған екен, сіз сыртқы саясат саласында қызмет еттіңіз, ғалым болдыңыз, Правда газетінің тілшісі қызметін атқардыңыз, журналистика саласында болдыңыз, ақпарат және басқа да салаларда болдыңыз. Сізге осының қайсысы ыстық дегенде, маған Правда газетінің тілшісі қызметім көбірек ұнайды депті. Неге дегенде, өйткені ол кезде менің жұбайым жас әрі көрікті болатын депті. Әрине бұл енді әзіл, бірақ шын мәнінде мағанда мына докторант, аспирант кезім көбірек ұнайды. Өзіме ғылым жолына түскен, кітап ақтарған, кітаптың есімен оянған
архив ақтарған кезім, сол диссертация жазған кездерім өзіме көбірек ұнайды. Өйткені ғылым бұл ескірмейтін, тозбайтын мұра, кез келген уақытта адастырмайтын жол басшы. Енді әр кезеңде әртүрлі қызметтер атқардық. Шынында да мәдениет, білім, ақпарат және басқа салаларда, бірақ әр кезеңде ғылым жолдас болды деп айта аламын. Өйткені ғылым дұрыс сұрақ қоюды үйретеді, және сол сұраққа дұрыс жауап іздеуді үйретеді. Сондықтан осы ғылым саласы менің жаныма көбірек жақын ғой деп ойлаймын. Түсінікті. Енді тамыр, нүкте философиясы, тюркский мир через призму историю сияқты еңбектеріңізбен жете таныспыз, алдымызда тұр. Қазіргі шығармашылығыңызда қандай жаңалық бар, не жазып жатырсыз? Жазып жатқан туындыңыз арқылы қоғамға қандай ой салғыңыз келеді, қандай месседж жібергіңіз келеді? Зерттеулердің көбісі белгілі бір межелерде туындап қалады. Сенаттағы бір үлкен олжам деп ойлаймын. Осы 50-ге келіп жатқан кезде бұрынғы біраз зерттеулерімді жинақтап кітап етіп шығардық. Қазірде біраз жоспарларымыз бар. Әсіресе қазіргі мына үзіліс соған жақсы мүмкіндік болды. Қазір көбінесе Алтын Орда тақырыбына байланысты зерттеулер жүргізіп жатырмыз. Жақында Түркістан энциклопедиясы атты 2 үлкен томды баспаға бердік. Сонымен қатар деректнамалық кітаптар мемлекет және қоғам қайраткері Жақсыбек Құлекеев ағамыздың ұйымдастыруымен Шарафаттин Али-Ездидің Зафарнама кітабы, сонымен қатар Ұлықбектің Төрт ұлыстың тарихы және тарихы Гузидайы Нұсратнама атты кітап бар. Бұл Әмір Темірдің тұсынан жалпы жошы ұлысы кезіндегі барлық жылнама шежірелерді жинақтайды. Біз осыларды баспаға әзірлеп ұсынып жатырмыз. Одан бөлекте біраз қазір арнайы жобаларым бар. Бұлардың бір ерекшелігі біріншіден қолжазба. Қолжазба кезіндегі нұсқалармен таныстық, британ және петерборлық нұсқалармен салыстырып отырып, біз енді көбінесе шежірені таратқан кезде қыздарды бермейді ғой. Мысалға, әсіресе Нұсратнама кітабында жошыдан тарайтын ұлдармен бірге қыздардың, күйеу балалардың, бүкіл туған туысқандардың бәрін шежіресін таратқан екен. Қазақ хандығына байланысты өте қызық деректері бар. Соның ішінде мысалға біз енді Жиренше шешен дейміз. Оның Жәнібек ханның кенже ұлы екендігі шежіреде тұр. Маған мысалға өте қызық келді. Немесе жаңа айтқан Зафарнама кітабы, мысалға бұл Шарафаттин Али-Езди үлкен тарихшы болған Әмір Темірдің кезінде, тіпті Науаи ол кісіні көрген, барлығы сол кісінің шығармасына жүгінген кезінде. Соның кітабында Әмір Темір мен Шыңғыс ханның 9-шы атасының бір екендігіне тоқталады. Осындай көптеген мына қолжазба материалдармен айналысу шын мәнінде жаңа бізге көкжиектер, ғылымның көкжиегін ашып жатыр. Біз жалпы мына қысқа ақпаратқа бейім болып алдық. Ол жерде тақырыптың көсегесі көбірек ашыла бермейді. Жалпы дәл осындай үрдіс ұлттық ойлау жүйесі мен кітап оқу мәдениетіне қалай әсер етіп жатыр? Мына диджитал дәуір дейміз ғой. Қазір кезеңде TikTok, мысалға, немесе қазіргі Z ұрпақтың, миллениалдардың мысалға қазір кезеңде зерттеу соны көрсетеді. Өте қысқа ақпарат тұтыну, тез тұтыну, бұлардың барлығы әрине ойлау жүйесіне әсер етеді. Бірақ қазір кезеңде жалпы зерттеулер қазіргі жастардың көбірек кітап оқуға қайтып оралып жатқанын да көрсетеді. Әсіресе Қазақстанның кейсінде кәдімгі көңіл сүйсінерлік біраз жайттар бар. Мемлекет басшысының кітап оқу мәдениетін қалыптастыру, зерделі ұлт қалыптастыру туралы жарлығы бұған тікелей әсер етті ғой деп ойлаймын. Бұл жерде билік пен қоғамның өзара үйлескен тұсы, жалпы қоғамда да осыған бір үлкен ұмтылыс бар. Көптеген жаңа бәйгелер жарияланып жатыр. Мысалға, жақында ғана қала өмірін суреттеу, қала өмірін жазу туралы прозаиктерға үлкен қомақты қаржыда бәйге жарияланды. Сол сияқты Дарабоз сияқты жалпы әдеби бәйгелер,
бұлардың барлығы біздің қаламгерлерді ынталандырады ғой деп ойлаймын. Сонымен қатар қаламақы беру, жалпы кітаптарды көп тиражбен шығару, тарату, сонымен қатар қазір мына кітап оқу мәдениетін қалыптастыру бойынша арнайы үлкен жоба жүріп жатыр. 1 миллион оқырманды қамтитын жоба. Егер осы жоба жүзеге асатын болса, онда мына біздің ұлтымыз әлемдегі ең кітап оқитын ұлттың біріне, зерделі ұлттың біріне айналады деген үміт бар. Қазір кезеңде мен өзімнің балаларымнан да байқаймын, көбінесе кітап алып жатады. Бұған және мысалға жасанды интеллект өзінің әсерін тигізіп жатыр. Себебі мысалға насихаттау, интернеттен бір мәлімет сұрайды, содан кейін немесе мына көптеген YouTube бағдарламалар, мына жаңағы жарнамалар, мысалға кітапты жаңаша таратудың менеджмент маркетингінің жолға қойылуы, жастардың қазір біреу гауһартасты іздеп жүреді, біреу қарғынды іздеп жүреді. Мысалға немесе қазіргі менің атым Қожаны басқаша қарау, оқу, мысалға мына видео, аудио нұсқаларының пайда болуы, бұлардың барлығы жалпы қазіргі жастарға кітап оқуды сүйдірудің, кітаппен қайта дос болудың, кітаппен қайта қауышудың жақсы тетіктері деп ойлаймын. Бірақ енді қалың талыстай кітаптар емес, қазір шағын, сонымен қатар мына қызықты сюжетке құрылған кітаптар көбірек оқылады ғой деп ойлаймын. Ол сахналанады кейбіреулері фильмдер жасалынады мысалға. Сол арқылы кітап таратудың, кітап оқытудың жаңа меніңше механизмдерін іздестіру керек қой деп ойлаймын. Сондықтан технология мен жалпы мына қазіргі заманның түйіскен тұсында жастар уақытты өте тиімді пайдаланады. Сондықтан жастарға біз кітап оқытудың сол тиімді тәсілдерін ұсына білуіміз керек. Кітаптың аудио нұсқасын, кітаптың видео нұсқасын. Қазір жасанды интеллектке тапсырма берсеңіз, шағын әңгімені мысалға ол көрініске айналдыра алады, видеоға айналдыра алады. Немесе кейіпкеріңіз мысалға ол баяндап бере алады жасанды интеллект арқылы. Сондықтан жаңа мүмкіндіктер шығу, бұл кітап оқуға деген жаңа стимулдарға түрткі болады деген ойдамын. Енді осы жерде тағы бір сұрақ. Біздің ақын жазушыларымыз сол қаншалықты бәсекеге қабілетті, мазмұнды, жаңа заманға сай туындыларды ұсына алып отыр? Бұл өте маңызды сұрақ. Өйткені шын мәнінде біз үлкен тарихқа қарасақ, мысалға Мұхтар Әуезовтер бар, үлкен классик, Абай жолы. Одан кейінгі кезеңде қарасақ, Нұрпейісовтерден бастаған Әбіш Кекілбаевтар, Мұхтар Мағауиндер, арамызда жүрген Төлен Әбдіков ағаларымызға дейінгі классиктерді, әлемдік классикамен иықтас тұратын сол мықты ағаларымызды көреміз. Қазір классика бар ма деген кезде кішкене кібіртіктеп қаламыз. Әсіресе проза жанрында. Әрине біздің ақындарымыз, немесе біздің драматургтарымыз жалпы бұл мәселеде үлкен мектеп қалыптасқаны белгілі. Ал жаңа заманға сай қазір біздің прозамызда жаңа даму жолына түсті ғой деп ойлаймын. Өйткені бәсекелестікке қабілетті болу, сұранысқа орай жазу, мысалға тарих тақырыбында, немесе жалпы осы аудиториямен жұмыс істеу, аудиториямен кездесу, бұлардың барлығы меніңше қазіргі жас жазушыларға да үлкен бір жауапкершілік жүктеп отыр. Сондықтан мына кітапты өзге тілдерге аудару, үлкен кітап нарығына шығу, мысалға көрмелерге қатысу, өзінің бұлардың барлығы меніңше біздің жас жазушылардың арасында болашақта белгілі жаңағы атап өткен үлкен классик ағаларымызбен қатар аталатын жаңа жазушылардың легін шығарады ғой деп ойлаймын. Жаңа сіз сөзіңіздің арасында жасанды интеллект туралы сөз қозғап қалдыңыз. Енді бұл тұрғыда да түрлі пікірлер бар. Жасанды интеллект өмірімізді жеңілдетті. Жалпы жасанды интеллект көмекші құрал ма? Әлде оған қатты сене бермегенде дұрыс па? Жалпы адамның орнын ештеңе алмастыра алмайды. Мысалға мен де жасанды интеллектке жүгінемін. Қазір және жыл өткен сайын оның дамып келе жатқанын айқын аңғаруға болады. Бастапқыда мысалға бір тапсырманы мен түркше, орысша, қазақша, ағылшынша беретін. Соның ішінде әрине ағылшынша, орысша, түркше сапалырақ шығатын. Қазір кезеңде жасанды интеллектте қазақша берілген тапсырмалардың жауаптары әлгі айтқан тілдердің ешқайсынан осал емес. Тіпті алдыға шығып келе жатыр. Өйткені бізде мына үлкен тілдік корпустар, жалпы
мына үлкен компьютерлар, жалпы жасанды интеллекттің мемлекеттік саясатқа айналуы, мемлекет басшысының бұл салаға айрықша мән беруі, жасанды интеллекттің қазір біздің мына күнделікті қолданатын бір көмекші құралымызға айналып келе жатыр. Енді үлкен компаниялар бар жасанды интеллекттің күнделікті өмірде қолданатын, бірақ менің білуімше бұны мемлекеттік саясатқа айналдырған бірден бір ел ол Қазақстан. Жақында ғана жасанды интеллект бойынша үлкен олимпиада өтті, әлемнің жүздеген мемлекетінен қатысып, немесе мына болашақтың ойындары өтіп жатыр, немесе мектеп пән ретінде енгізіліп жатыр. Ең бастысы бұның барлығы жасанды интеллектті бізде қолданудың мына тетіктерін байыта түседі. Сонымен қатар оны қалай пайдалану керек? Оны пайдалану адамға байланысты. Мысалға, кейде деректерді сұрату, бірақ одан кейін мына антиплагиат дейміз ғой, ол рас па, оны тексеру керек. Немесе қандай тапсырма беруіңізге байланысты. Сіздің тапсырмаңызды орындау жаңағы жасанды интеллектке, сіздің өреңізге де байланысты. Мысалға, мықты бір тұлпар болса, ол арғымаққа мінбеген азаматтың тақымында ойнамауы мүмкін. Ал бір мықты шабандоз кез келген атты ойнатады. Мысалға, сол сияқты білімді азамат жасанды интеллектті алып, ол мысалға өзінің қадесіне көбірек жаратуы мүмкін. Сондықтан бұның өзі технология, цифровизация, инновация, бұлардың барлығы қолданушының біліміне, өресіне байланысты. Біз оның жасанды интеллект кейде жалған ақпарат беруі мүмкін, тексерілмеген ақпарат беруі мүмкін, немесе ол мысалға жалпы соны шикізат беруі мүмкін. Бірақ оны құқықтық тұрғыда қарау, сонымен қатар оны шығармашылықта пайдалану, оны өз мақсатына қарай игеру, бұл адамның біліміне, қабілетіне қарай деп ойлаймын. Жаңа сіз сөзіңіздің арасында Алтын Орда тарихы туралы сөз қозғап қалдыңыз. Енді осы сұрақты әрі қарай ширатсам дейміз. Алтын Орда тақырыбына қазір мемлекеттік деңгейде ерекше назар аударылып келеді. Енді айтыңызшы, Алтын Орда тарихын Қазақстанның мемлекеттік тарихымен байланыстыру кезінде нені ескеруіміз керек? Бұл қызығушылықтың тарихи сананы қалыптастырудағы жалпы рөлі қандай? Ұлттық сананы тарихи сана қалыптастырады ғой. Ал жалған тарихи түсінік, бұл жалған сана қалыптастырады. Жалған ұрандар қалыптастырады. Сондықтан тарихи танымдар дұрыс болу керек. Мемлекет басшысы айтқандай, тарихты тарихшылар жазу керек деді, оны саяси ұрандарға айналдыру, болмаса тек әскери жорықтар ретінде қарау, немесе тарихты тек жеңімпаздар жазады деп белгілі бір мемлекеттердің мүддесіне ғана, саясатқа ғана бұру, ол тарихқа қиянат болуы мүмкін. Сондықтан бұл тұрғыдан алған кезде қазір біз Алтын Орда тарихын пайымдау тұрғысында қазір үлкен бір биікке көтерілдік. Бұған дейін де енді Алтын Ордаға байланысты, әсіресе мына халықаралық түркі академиясында Талас құрылтайының 750 жылдығы ЮНЕСКО-да атап өтілді, Астанада, басқа қалаларда атап өтілді, кітаптар шықты, жалпы Жошы ұлысына қатысты романдар, немесе драмалар, жалпы соған қатысты көптеген дүниелер жасала бастады. Бірақ Алтын Орданың мұрагеріміз деген сөз бірінші рет айтылды. Мамыр айында өткен үлкен жиында мемлекет басшысының біз мемлекеттік тұрғыда ұлы даладағы Алтын Орданың мұрагеріміз деген сөз және оның ғылыми негізде айтылуы бұл парадигмалардың өзгергенін көрсетеді. Бұл жалпы біздің ғалымдарымызға да үлкен жауапкершілік жүктейді. Себебі біз Алтын Орданың тарихына тек қана бір саяси хронология, патшалардың бір-бірін өлтіруі, немесе мына әскери қақтығыстар тұрғысынан қарай емес, бір өркениет тұрғысынан қарауымыз керектігін алға тартып отыр. Сонымен қатар Алтын Орданың басқару жүйесі, сауда-саттық, жалпы транзиттік, логистикалық құрылымы, мысалы сол кезеңде почта қалай жұмыс істеді, керуен сарайлар жібек жолын қалай қамтамасыз етті, мысалға теңге деген сөздің Алтын Ордада айтылып Еуразия кеңістігіне тараған президент жақсы айтып кетті. Сол сияқты Алтын Ордадағы мәдениет, әдебиет, мысалға сол кезеңдегі діни және дәстүрдің орны, философияның дамуы, этика, эстетика, оның археологиясы мен архитектурасы, мысалға осының барлығы тұтастай алып келген кезде Алтын Орданың бір Евразиялық империя, яғни бір
тұтастай өркениет болғандығын бізге көрсетіп отыр. Сондықтан ол Рим империясы сияқты, мысалға қазір Рим империясы қалай батыс өркениетінің негізін қалап отырса, Алтын Ордада қазіргі кезеңде қаншама мемлекеттердің мемлекеттігіне негіз болған үлкен өркениет екендігі анық, және біз соның тікелей мұрагеріміз деп айту шын мәнінде бізге бір жағы жауапкершілік, екінші жағынан жаңа парадигмалар жүктеп отыр. Осы тұрғыдан алғанда қазір бізде Алтын Орда тарихына бару, оны пайымдау жаңа деңгейге көтеріледі деп ойлаймын. Мысалға бұл туралы енді біздің көп томдықта жаңаша жазылып жатыр тарихтың, сонымен қатар оқулықтарға енгізіліп жатыр. Операда, драма, спектакльдерге шығару, әдеби туындыларға айналдыру, оған басқаша қарау меніңше дәуірі басталды ғой деп ойлаймын. Енді тарихтан археологияға ойыссақ, енді сіз археологиялық қазба жұмыстарына да атсалыстыңыз. Археология ол біз білетін тарих туралы түсінігімізді қаншалықты өзгерте алады? Археологиялық деректер тарихи жазбаларда жоқ, тарихи шындықтардың бетін ашу мүмкін бе? Ондай фактілер кездесті ме жалпы? Археология бұл архив сияқты нақты ғылым, өйткені бұл тартпас айғағы бар. Сонымен қатар ол тек қана бір алтын адамдарды табу емес, археология арқылы сол мәдени қабаттарды, тұрмыс тіршілігін, таным түсінігін, адамдардың әл-ауқатын, жалпы сол кезеңдегі қабаттарды жақсы түсінуге көптеген мүмкіндік береді. Сондықтан бұл тұрғыдан алғанда біз енді мысалға мына Түрк академиясында бұрын түркологияның негізі, тірегі тіл, лингвистика десе, біз тарих, соның ішінде археология деген қағида ұстандық. Сол арқылы Моңғолияда көптеген археологиялық қазба жұмыстар жүргіздік, ол нәтижесі де болған жоқ. Сол арқылы Елтеріс Құтлұқ қағанның кешені ашылды, сол арқылы Шиватуланда, Номғонда және басқа да нысандарда өте үлкен кешенді қазба жұмыстарына тікелей қатыстық. Жалпы археология өте қызық. Енді біз сол кезеңде мына бір жағы егемен, бір жағы қоғамдық жұмыстар, бірақ соның арасында бір жылда бір аптаға археологияға кетіп қалу мен үшін бір керемет демалыс немесе жанның рахаты болатын. Енді сонау елсіз далада қазба жұмыстарына қатысу, археологиялық қазба жұмыстарының жаңалықтарына куә болу шын мәнінде бұл бір тарихшы үшін үлкен бақыт. Археологияның жаңалықтары дегенде біздің қазіргі жазып жатқан, қазір қолға алынған тарихтың да шындап келген кезде әсіресе түрік қағанатына, сонымен қатар Алтын Орда кезеңіне байланысты нақты сүйенерімізде осы археологияға қатысты. Жаңа айтқан Моңғолиядағы қазба жұмыстар, біз сол жердегі Елтеріс Құтлұқ қағанның кешеніндегі жазу біздің жазу мәдениетімізді кем дегенде 70 жылға ілгерілетті. Мысалы онда жазылған Тәңірдің ұлы Құтлұқ түрікпін, 9 айда сиыр жылы табғашқа шеру тарттым, күндіз отырмадым, түнде ұйықтамадым, елім үшін деген жазбалар, мысалға осы біз білетін Күлтегін, Тоныкөк, Білге қаған жазбаларындағы теңеулердің, сөз тіркестерінің одан әріден келе жатқандағы Елтеріс Құтлұқ қағанның да тасқа қашалып жазылғанын бізге айғақтап берді. Сондықтан бұларға ешкім тайға таңба басқандай қарсы шыға алмайды. Соқырға таяқ ұстатқандай бұл айғақ. Сондықтан біз өз тарихымызды жазуда осы археологияға көбірек артқанымыз дұрыс қой деп ойлаймын. Ал жаңағы тарихи шындықтар туралы, археология тарихи шындықтардың бетін ашу мүмкін бе? Әрине, бұл жалпы кешенді жұмыс қой. Енді бұл этнография бар, ол жерде этнология бар, археология бар. Археологиямен бірге сол кезеңнің космологиясы, мысалға философиясы, діни қабаттарды ашыла түседі. Мысалға миф сияқты айтылады ғой, кейде фильмдерде айтылады. Бұрынғы заманда қағанның қасына құлын, жарын болмаса қызметшісін қоса жерлейді екен деген. Мен мысалға қаншама археологиялық қазба жұмыстарына қатыстым, онда ештеңе көрген жоқпын. Бірақ жерленген бек қағанның жанында оның ең сүйікті арғымағын қоса жерлегенін, оның заттарының, мысалға мына қылыш, ер тоқым,
оның сайман сауыттарын бірге жерлеген өзім көзіммен көрдім мысалға. Бұның барлығы сол кезеңдегі түркі дәуіріндегі әсіресе олардың санасын, олардың таным түсінігін, тұрмыс тіршілігін айғақтайтын нақты деректер. Сондықтан біздің сол кезең туралы пікір айтуымызға, тарихи тұжырым жасауымызға бұл нақты дәйек бола алады. Яғни археология тарихымыздың жаңаруына өзінің бір үлесін қосып. Нақты дерек ретінде архив материалы сияқты ол өзінің үлкен нақты үлесін қосады. Жалпы біздің қоғамда ұлттық код туралы біз жай айтамыз. Сіздіңше осы ұлттық код ұғымының нақты мазмұны неде? Ұлттық кодты сақтау міндетті түрде осы дәстүрлі қалыпта қалу деген сөз бе? Осының ара-жігін ажыратып беріңізші. Біз енді ұлттық код дейміз, жалпы мәдени код деп айтамыз. Бұны енді батыстық ғылымда көбінесе мәдени қабаттар, дәстүрлер жүйесі ретінде де қабылдап жатады. Ұлттық код дегеніміз не? Шын мәнінде ол біздің тарихи жадымызда сақталған дәстүрлер арқылы біздің ұлт ретінде қалыптасуымызға ықпал еткен ұрандар, ұғымдар, түсініктер. Сондықтан ол біздің жанымыздың түкпірінде, қанымыздың түйіршіктерінде сақталған бір бұлқыныстар. Мысалға кейде бір арғымақты көрген кезде қанымыз тулайды мысалға, немесе бір күй бебеулеп жатқан кезде ұрандап шыққың келеді мысалға, немесе бір көкпарды көрген кезде делебеңіз қозады. Сол сияқты бір мысалға алаш сияқты, немесе жиделі байсын, жерұйық сияқты, өтекөн сияқты ұғымдарды естіген кезде белгілі бір түсініксіз ұғымдар мысалға адамға бір қанат бітіргендей болады. Сондықтан бұл ұлттық код шын мәнінде тарихи жады, бұл біздің дәстүрлеріміз, бұл бізді ұлт ретінде қалыптасқан құндылықтарымыз. Бұның ішінде әрине бұл кейбірі ұмытыла түскен, бірақ тіліміз арқылы өмір сүріп келген, бірақ белгілі бір жаңағы айтқандай ән күй арқылы, немесе тұрмыс тіршілік арқылы қайта мына есімізге түскен кезде бізді сол пассионарлық қуатымызды қозғайтын күш деп айтуға болады. Бұл әр ұлттың өзінің ерекшелігі болады. Бұл тұрғыдан алғанда жалпы ұлттық кодтың да қабаттары бар. Мысалға Алтын Орда деген кезде, мысалға Ақсақ Құлан ойнаған кезде көз алдымызға жошы келеді. Ел айырылған күйін орындаған кезде Ноғай ордасы, жалпы сол кезеңдегі империялардың ыдырауы, едіге сияқты ұғымдар көз алдымыздан тізбектеліп өтіп жатады. Мына өтікен немесе түрік қағанатын айтылған кезде сол күлтегіндер көз алдымыздан тізбектеледі. Бұлардың барлығы бізде кейбіреуі түсініксіз болғанмен, бірақ ұлттық коды жалпы ғылыми тұрғыда негіздеу керек. Және ол тек қана тарихи тұрғыдан ғана бағаланбау керек. Жақсы сұрақ қойдыңыз. Ол мысалға трансформациялану керек. Мысалға құрылтай. Құрылтай дегенде біздің көз алдымызға бұрын Төле би, Әйтеке би, жаңа Қазбек билердің қаздай тізіліп отырғандығы, билердің, шешендердің мына қамшын ортаға тастап билік айтқаны, Тәуке ханның жарлығы, Ордабасыда немесе Күлтөбедегі жиындар келетін. Бірақ шындап келген кезде мына құрылтай деген сөздің өзі, оған мәдени код ретінде қарайтын болсақ, ұғым ретінде қарайтын болсақ, тарихи термин ретінде қарайтын болсақ, қазір кезеңде біз жаңыламыз. Өйткені сол құрылтай қазір кезеңде бізде парламент ұғымына көтеріліп отыр. Парламентаризм деген сөз қалай сөз тіркесі енген ғой, енді ол парламенттің қай жақтан келе жатқанын білеміз. Енді сол сияқты бұл ұлттық код ретінде қабылданған сөздің трансформациялануы, оның қайта жаңғыруы енді бізге жаңа жауапкершілік жүктейді. Мысалы, құрылтайға келген депутаттар қасиетті сөздің жауапкершілігін арқалайды. Сондықтан жалпы халық кеңесі де сондай, меніңше бұрынғы билер кеңесі деген сияқты жаңа жауапкершілік жүктейді деп ойлаймын. Бұл тұрғыдан алған кезде кез келген мына біздің мәдени қабаттарымыздағы ұғымдар, сакралды ұғымдар, мысалға бұлардың барлығы жаңа заманға сай жаңғыруы тиіс. Сонда ол өміршең болады. Бір жағы бізге ол тамыр ретінде тереңдей түссе, екінші жағынан мына бәйтеректің, мәуелі бәйтеректің жапырақтарындай біздің болашағымызға өзінің жемісін береді деп ойлаймын. Сондықтан ұлттық код тек қана тарихи тұрғыда қалмау керек.
бұл трансформациялану керек, бұл жаңа заманға сай жаңғыру керек. Түсінікті, жаңа құрылтай туралы жақсы айтып өттіңіз. Енді бұл тақырыпқа қазір сұхбат барысында кеңірек тоқталамыз. Енді бүгін біз ұлттық руханият, тарих, ұлттық код туралы айтып келе жатып, дін мәселесіне тоқтамау мүмкін емес. Жақында Жетісайдағы тойда болған айтылған діни уағызды естіген шығарсыз. Әрине, көрдім. Иә, көрдіңіз. Қоғамда қызу пікірталас тудырды. Билік бірден реакция берді. Жалпы айтыңызшы, бұл оқиғаға тек құқықтық тұрғыдан емес, діни сауаттылық, зайырлық және діни құндылықтардың ара қатынасы тұрғысынан қандай баға бергеніміз жөн? Енді бір жақты емес, көп жақты қарау керек шығар деп ойлаймын. Біріншіден, әрине, Ерлан Тыныбайұлы айтып кетті ғой, біз зайырлы қоғамда өмір сүреміз. Біздің конституциямыз қазір күшіне енді, сондықтан заң мен тәртіп қағидатына бағынуымыз керек деген. Расында біз зайырлы қоғамда өмір сүріп жатқанымызды ұмытпауымыз керек. Бізде әрине діни сенім бостандығы бар, бірақ сонымен қатар біз конституцияны басшылыққа алуымыз керек. Екіншіден, жалпы дін дегеніміз не? Дін дегеніміз ол тек қана сыртқы форма немесе қатып қалған догма емес. Дін дегеніміз таным, дін дегеніміз тұрмыс тіршілік, өмір салты, дін дегеніміз ол этика, эстетика, әдеп, мәдениет, өркениет, дін дегеніміз музыка. Мысалға, Әл-Фараби былай қарасақ, оның діндарлығына кім шек келтіреді? Сол нотаны тауып музыканы әлемге паш еткен Әл-Фараби, мысалға, ислам философиясының да үлкен әлемдік деңгейге көтерілуіне ықпал етті. Сондықтан осы біз қасаң қағида догмамен сыртқы формадан ғана құтылу керек. Бұл тұрғыдан алғанда мемлекет басшысы айтқандай, мынау Қожа Ахмет Яссауи зерттеу орталығын құру, Әл-Фараби мұрасын зерттелеу, Абайдың толық адам концепциясын зерттеу туралы айтып жүр ғой. Меніңше осылар бізге үлкен ой салуы керек. Біз жалпы алғанда мына Қарахан дәуірінде ислам діні енді десек, сол кезеңде үлкен мәдениет қалыптасты. Қаншама кітаптар жазылды. Жүсіп Баласағұнның мысалға құтты білігінен бастап құқықтық негіздер қалыптасты. Сол кезеңде қаншама ғұламалар еңбек етті. Мысалға солардың еңбектерін меніңше біздің тілімізге аудару, жалпы жүздеген жылдар бойы қалыптасқан дәстүрлі сенімнің негіздерін ақырындап зерделеуіміз, тануымыз керек қой деп ойлаймын. Ал оны танымасақ, онда өзгенің қаңсығы бізге таңсық қала береді. Онда өзгенің мәдениетін, дәстүрін, киіну формасын дін ретінде қабылдау жалғаса береді деп ойлаймын. Сондықтан біз салдардан бұрын біз себептермен күресуіміз керек шығар. Ол үшін бізге ғылыми пайым керек. Ол үшін бізге өз тарихымызды, дәстүрімізді, исламды қабылдау формамызды, сол Әл-Фарабилерден бастап үлкен ойшылдардың мына қалдырған қазынасын, мол мұрасын зерделеуіміз керек қой деп ойлаймын. Дін дегеніміз мейірім, дін дегеніміз енді біздің әжелердің әлдиі, аталарымыздың батасы ғой. Соның барлығын қамтыған кезде дін елді бөлуші емес, біріктіруші фактор. Сондықтан бұл мәселеге кешенді қарау керек қой деп ойлаймын. Мысалға енді біз діндер съезі бар, қаншама елдердің діндарларын жинаймыз. Мысалға Рим папасынан бастап Әл-Асқардың шейхіне дейін келеді. Қазақстанда белгілі бір толеранттықты көреді, мысалға. Бірақ сонымен қатар біз қоғамның ішіндегі осы діни таным түсінікке де мән беруіміз керек қой деп ойлаймын. Бұл үлкен қайнап жатқан қазан, соның ішінде Яссауи мұрасы, Әл-Фараби мұрасы, соның ішінде жергілікті діннің түсінігі, бұлардың барлығын меніңше кешенді түрде зерделеу, кешенді түрде ұсыну қажет деп ойлаймын. Енді құрылтай тақырыбына оралайықшы. Құрылтай ұғымының тарихи әрі саяси мәнін қалай түсіндірер едіңіз? Қазіргі құрылтайды тарихи құрылтай институтының жалғасы ретінде қарастыру қаншалықты дұрыс, және оның бүгінгі саяси жүйедегі нақты функциясы қандай болу керек? Бір кезеңде құрылтай мысалға орта ғасырларда мына қазақ хандығының құрылуына қызмет етсе, бір кезеңде сыртқы жаулардан қорғануына немесе жеті жарғының қабылдануына қызмет етсе, кейінгі мысалы Алаш дәуіріндегі құрылтайлар сол мемлекеттің түзіліміне,
сол кезеңдегі белгілі шешімдердің қабылдануына қызмет етсе, қазір ол ұғым жаңа заманға сай бейімделе, жаңғыра отырып, жаңа трансформациядан өту арқылы жаңа парадигмалар қалыптастыратын, жаңа сөздер айтылатын үлкен мінберге айналады деп ойлаймын. Ұғымның өзі бізде ұлттық құрылтай арқылы пайда болды ғой бірінші. Сол ұлттық құрылтайдың өзі жалпы еліміздің осы қысқа кезеңінде көп дүние берді. Мысалға, біраз облыстардың пайда болуы, еліміздің идеологиялық бағыттарына серпін берген ұсыныстардың айтылуы, тіпті осы халық кеңесі құрылтайлардың пайда болуы, вице-президент ұғымының пайда болуы, еліміздегі саяси трансформациялардың өтуі, соның барлығы сол ұлттық құрылтайда айтылды. Сондықтан қазір құрылтай жоқ жерден пайда болып жатқан жоқ. Бұның алдында мына бірнеше құрылтай, ұлттық құрылтай өту арқылы біз жаңа құрылтайға бір мемлекет басшысының негіз қалағанның куәсі болдық. Сондықтан жалпы осыған дейін мына ұлттық құрылтайға мүше болғандар, енді оларда депутаттық мандат болған жоқ. Бірақ сол біздің саяси өмірімізге қаншалықты ықпал еткенін көрдік. Құрылтаймен бірге халық кеңесі деген орган құрылатын болды. Бұл институттардың қатар жұмыс істеуі қоғам мен билік арасындағы байланысты күшейте ала ма? Не үшін керек халық кеңесі? Халық кеңесі өте маңызды құрылым. Бір жағы бұл енді сенаттың мұрагері деп айтуға болады. Өйткені сенат, білесіз, бұл өңірлермен жұмыс істеді, сенат мәслихаттармен жұмыс істеді. Қазір халық кеңесінде сол мәслихаттармен жұмыс істейді. Екінші, халық кеңесінің атауының да тарихи екендігіне мән беру керек. Кезінде кеңестер жұмыс істеді. Халық кеңесі деген үлкен парламенттің мінбері болды, газет болды халық кеңесі деген. Сонау кезеңдерде, хандық кезеңдерде әртүрлі кеңестер болды. Хан кеңесі, би кеңесі сияқты. Сондықтан бұның атауы да жалпы халық кеңесіне үлкен жауапкершілік жүктейді деп ойлаймын. Соның ішінде бірінші мынау өңірлермен жұмыс істеу, мәслихаттармен жұмыс істеу, өңірдің өкілдерін тарта отырып, құрылтайдың қаперіне салып отыру, құрылтайды қамшылап отыру осы халық кеңесінің еншісіне тиеді деген ойдамын. Екіншіден, қоғамдық бірлестіктер қазір Қазақстанда үлкен салмақ артып отыр. Қоғамдық бірлестіктер туралы заңдар қабылданды. Сондықтан осы парламентке өте алмай қалған, құрылтайға енбеген көптеген қоғам белсенділердің өзін халық кеңесіне көрсетуге мүмкіндік алатындығы анық. Олардың белсенділігі болашақта оларды сол құрылтайға жетелеуі мүмкін, немесе басқа қызметтерге тасуы мүмкін. Сондықтан бұл халық кеңесіне жақсы стимул болады деген ойдамын. Ең бастысы, мына ассамблеяның біз жалпы өзінің миссиясын аяқтай отырып, осы халық кеңесінің кіргендігін білеміз. Бір жағынан енді ассамблея 90 жылдары расында елдің консолидациясы үшін, елдің ынтымағы үшін үлкен қызмет атқарғандығы белгілі. 2000 жылдары мысалға әртүрлі Қазақстанның демографиялық ахуалы әртүрлі кезеңде ассамблеяның мысалға біз көптеген қызметтерін жоғары бағалаймыз. Бірақ уақыт өте келе бұл өзінің миссиясын аяқтады деп ойлаймын. Жалпы алғанда Қордай оқиғасында ассамблеяның біз кішкене қауқарсыздау қалғанын көрдік. Кейде фестивальдермен, кейде тіпті шағын мына майдағы оқиғалар сияқты кәдімгі өзінің функциясын атқара алмай жатқандығына да біз жасырмаймыз. Сондықтан бұл ассамблеяның да трансформациялануы, бір жағы ассамблеяның рөлін төмендетіп отырған жоқ, оның халық кеңесі деңгейінде көтеріп отыр. Екінші жағынан сол ассамблея мүшелеріне де, өзге этностарға да жаңа мүмкіндік сыйлап отыр. Оның этностық мәдени орталықтарға жұмысын қамтамасыз етуге, жаңаша оларды ұйымдастыруға серпін береді деп ойлаймын. Сонымен қатар жалпы енді бізде әділетті қоғам дейміз, баршаға тең мүмкіндік беретін әділетті мемлекет дейміз. Сол жерде ассамблеяның атынан депутат болып сайлау, ол әділеттік қағидатына кішкене томпақтау келетін. Біздің сенатта, одан бұрын мәжілісте ассамблеядан әріптестеріміз сайланып жатты. Бұл бір жағы осы халық кеңесімен бірге тоқтады. Енді ассамблеядан тіке құрылтайға ешкім түсе алмайды. Сондықтан бір жағы алған кезде бұл да қазіргі әділеттілік қоғамына сәйкес келеді деп ойлаймын. Сондықтан енді ассамблеяның сессиялары, ассамблеяның жұмысы бұл оған артықшылық бермейді, керісінше қоғамды біріктіруге, бірегейлікті нығайтуға үлес қосатын бір
тетік ретінде жұмыс істетеді. Сонымен қатар халық кеңесінің үлкен бір артықшылығы бұл мына бізде бұған дейін дін лидерлерінің съезін хатшылығы жұмыс істеп келді. Оның басшысы бұрын сенат төрағасы ретінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы тұрғандығы анық. Кейін оны сенат атқарды. Енді жалпы осы функция қазір халық кеңесіне жүктеліп отыр. Ашығын айту керек, жалпы рухани дипломатия, діни дипломатия бұл өте үлкен жұмсақ күш. Көзге көрінбейтін, қазіргідей алмағайып заманда, геосаяси ахуалда мысалға бір-бірімен кездеспейтін, кездессе амандаспайтын, ымыраға келмейтін күштерді жаңағы мына ынтымаққа шақыру осы съездің жұмысы, хатшылықтың жұмысы арқылы мүмкіндік берді. Мысалға былтыр Иран-Израиль соғысы басталған кезде екі елдің де діни тұлғалары келіп, өздерінің ойын айтуға, жалпы эмоцияларын шығаруға, немесе өздерінің ұстанымдарын білдіруге осы Астанада мүмкіндік алды. Немесе әртүрлі мына мемлекеттердің діни қайраткерлердің жиналып, жалпы әлемнің тыныштығы, адамзаттың бейбітшілігі үшін тілек тілеуі, олардың мына ортақ шешімдер іздеуінің өзі сонау 2003-тен бері басталған үлкен үдерістің бір институционалды құрылымға айналғандығын көрсетеді. Маған бір кісі айтып еді, мына мұсылман ақсақалдар кеңесінің бас хатшысы, Қазақстанның үлкен жұмсақ күшінің бірі осы дін лидерлерінің съезі, бұл Қазақстанның ядролық қаруынан да мықты тетік деп айтқан еді. Шын мәнінде осы 20 жылдан астам уақыт бойы жалғасып келе жатқан осы үрдіс меніңше қазір халық кеңесі арқылы жалғасады. Қазақстан бұдан бас тартпайтындығын көрсетті. Қазір ол діндер және әлемдік конфессиялар лидерлерінің съезін өткізуге әлемде көп мемлекеттер ұмтылып отыр. Бірақ бұл Қазақстанның бастамасы ретінде бұл біздің меншігіміз, біздің жалпы брендімізге айналып отыр. Сондықтан осы халық кеңесінің хатшылықты жүргізуі жалпы алғанда Қазақстанның әлемдік мына қауіпсіздік архитектурасына, рухани дипломатияны одан әрі жүргізе беруіне құлықты екендігін, ықыласты екендігін көрсетіп отыр. Сондықтан халық кеңесі осындай бірнеше функцияны жүзеге асыратын, бір жағы билік пен қоғам арасындағы алтын көпір ретінде бағалауға болады. Қоғамдық инициативалар, жалпы бастамалар, сонымен қатар еліміздің бірегейлігін нығайтатын көптеген іс-шаралар, жалпы сол бірегейліктің компонентін нығайтатын мына құндылықтарды күшейтетін осы халық кеңесінде бастамалар жүзеге асады деп ойлаймын. Дипломатия демекші, соңғы жылдары Қазақстанның сыртқы саясаттағы беделі айтарлықтай өсті. Президент Тоқаевтың шетелге сапарлары да көбейді. Си Цзиньпинмен қытайша, Трамппен ағылшынша, Макронмен французша тікелей тіл табысып, біраз мәселелерді шешіп жатыр. Енді қазір геосаяси жағдай ушыққан минутына мың құбылған әлем ғой. Ірі алпауыт елдер бір-бірімен мәмілеге келе алмай жатыр. Осындай геосаяси жағдайда Қазақстанның халықаралық аренадағы саяси салмағы мен рөліне қандай баға бересіз? Мың құбылған геосаяси кезеңде Қазақстанның беделінің күн сайын артып келе жатқандығын барша мамандар, сарапшылар, саяси қайраткерлер мойындайды. Жалпы Қазақстан басшысымен әр уақытта кеңесіп тұратындығын да білеміз. Қазір күн сайын емес, сәт сайын құбылып тұрған кезең алмағайып дәуір. Осы тұрғыдан алғанда тұлғаның рөлі айрықша. Өзіңіз жаңа айтып кеткендей, тіл білу, сонымен қатар кәсіби дипломат болу, Біріккен ұлттар ұйымында қызмет ету, сол Біріккен ұлттар ұйымының қағидаттарын жетік білу, принципшіл болу, мысалға, бұлардың барлығы Қазақстанның қазір бәсін биіктетіп отырған факторлар. Шындап келген кезде президенттің графигіне қарасақ, бұны анық көреміз. Осы мысалға мамыр айында 3 саммит өтті Қазақстанда. Әлемдік экология саммит өтті, мамырдың басында Түркі кеңесі, Түркі мемлекеттер ұйымының саммит өтті. Ердоған бастап барлық түркі мемлекеттер келіп, Түркістанда үлкен жиын өткізді. Оның алдында Астанаға ресми сапарлары болды. Евразиястың саммиті болды, қаншама форумдар өтті. Содан кейін Біріккен ұлттар ұйымының жетекшілері, басшылары келді. 4 құрлықтың жетекшілері Астанаға келді. Мысалға, мына оңтүстік
Америка, сол сияқты Африка мемлекеттерінің басшыларын Қазақстанға басын тіреп жатқанын көріп отырмыз. Олардың барлығы жайша келмейді ғой. Сол сияқты мына Қазақстан президентінің жуық арада Қытайға баруы, немесе Трамппен телефон арқылы сөйлесуі, Еуроодақтың басшыларымен кездесуі, жақында ғана Ресейге барып келуі, немесе мына Орталық Азия саммитіне қатысуы, бұлардың барлығы Қазақстанның ғана емес, жалпы Орталық Азияның қазір үлкен геосаясатқа айналғандығын көрсетіп отыр. Және бұл жерде Қазақстанның біз бастамашыл екендігіне бір жағы қуанамыз, және үлкен алпауыт мемлекеттер, соның ішінде Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесін қалыптастыратын, Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің мүшелерінің Қазақстанға жиі ат басын бұруы, Қазақстан президентімен кеңесуі, және келелі мәселелерге, мысалға Ресей, Украин, немесе Тайвань мәселесі, немесе Израиль, Иран мәселесінде, және басқа да осындай кикілжің туғызған мәселелерді Қазақстан президентімен кеңесуі, Қазақстан бұл мәселеде бітімгер болуы, бәтуаға шақыруы, бұның барлығы біздің мемлекетіміздің мерейін асыратын, мәртебесін биіктететін қадамдар екені белгілі. Түсінікті. Осы жерде тағы бір сұрақ туындайды. Енді қазіргі геосаяси жағдайда Қазақстан, Ресей, Қытай және батыс арасындағы қатынастарда Қазақстан өзінің ұлттық мүддесін, дербестігін қалай сақтауы керек? Дәстүрлі көпвекторлы саясат бұрынғы қалпында қала бере ме, әлде оның мазмұнын өзгерту қажет пе? Қалай ойлайсыз? Соғысу оңай, бірақ оған былай тежеу салу қиын. Сондықтан кез келген мәселеге дипломатиялық жолмен шешу іздеу қазір кезеңде өте өзекті болып тұр. Бұл тұрғыда жалпы Қазақстанның әу бастан таңдаған көп векторлы саясатының дұрыс екендігін қазір уақыттың өзі көрсетіп отыр. Сондықтан аймақтық жалпы көршілерімізбен және әртүрлі блоктармен, әртүрлі құрлықтармен жақсы қарым-қатынас орнатқан Қазақстан солардың арасында қазір көпір болып отыр. Және біз бұны бір-бірімен қырғи қабақ мемлекеттердің арасында Қазақстанның дәнекер болып жатқанында бұл бекер емес, өйткені әрқайсысымен қалыптасқан мәмілеміз бар, экономикалық немесе дипломатиялық байланыстарымыз бар. Сондықтан бұлай қазірге дейінгі әртүрлі мына процестер дейміз ғой, саяси бітімгерлік процестерге Қазақстанның араласуы, немесе мысалға қазір таяу шығыстағы Ибраһим келісімі, мысалға мына Сириядағы бейбітшіліктің орнығуына Қазақстанның үлесі, жалпы немесе әртүрлі қазіргі қақтығыс ошақтарына Қазақстанның былай басу айтуы, бұлардың барлығы шын мәнінде осы үлкен сіз айтқан алпауыт мемлекеттердің арасында Қазақстанның бір жағы өте қиын географияда отырып, өте қиын көршілердің арасында отырып, бірақ соны мүмкіншілікке айналдыруының шын мәнінде көп векторлы саясат арқылы барлығымен терезесінен қарым-қатынас орнатқанның бір жемісі, нәтижесі деуге болады. Сондықтан Қазақстанның осы көп векторлы саясаты қазір көптеген әлем елдері үшін де бір модель, бір үлгі болып отыр деуге болады. Енді әлемдегі ірі алпауыт мемлекеттердің Орта Азияда өзінің геосаяси мүддесі бар екенін бәріміз жақсы білеміз. Енді Орта Азиядағы интеграция үдерісі қазір күшейіп келеді. Жақында ғана Қырғызстанда Орта Азиядағы 5 мемлекет және Әзірбайжанды қосып алып, өзара кеңесті, біраз мәселені талқылағаны анық. Енді осы жағдайда, осы Орталық Азияда Қазақстан қандай стратегиялық рөл атқаруы керек? Қазақстанның миссиясы қандай? Орталық Азияға енді алпауыт мемлекеттер сонау 19 ғасырдан бастап өз мүдделері тұрғысынан қарады ғой, жалпы үлкен ойын қағидаты бойынша да қарасақ та, бірақ екінші жағынан мына Маккиндердің Атлантид, мына жердің жүрегі Евразия деген ұғымы қазір кезеңде бір жағы жүзеге асып келе жатқан сияқты. Бұл Орталық Азияның географиялық атаудан геосаяси сипатқа ие болуымен түсіндіруге болады. Бұрын енді Орталық Азия, мысалға соның ішінде Орта Азиядағы түркі мемлекеттері бір-біріне жақын болса, Қазақстан мен Қырғызстан, Өзбекстан, енді Түркменстан көп жағдайда бейтарап саясат ұстады. Оған Тәжікстанның қосылуы, Ауғанстан мәселесіне көңіл аудара бастауы, Ауғанстанға қатысты Біріккен ұлттар ұйымының орталықтарының Алматыға орналасуы, жалпы Орталық Азияға деген
көзқарасты біраз өзгертті. Оның үстіне жалпы транзиттік, логистикалық, энергетикалық, сауда жолдарының Қазақстан арқылы мына өтуі шығыс пен батыс арасында, солтүстік пен оңтүстік арасындағы орталық Азияның маңызын арттыра түсті. Көптеген одақтар бар, мысалға басқаларына қарсы құрылатын. Ал орталық Азия шындап келген кезде енді қазір біз консультативтік кеңесте немесе 5+1-ден қазір ақырындап институционалды бір одаққа айнала бастағанның куәсі болып отырмыз. Бұл ешкімге қарсы бағытталмаған, өзінің ішкі нарығы бар, өзінің ішкі мәдени тұтастығы, өзінің ішкі құндылықтары бар. Сонымен қатар белгілі ортақ проблемалары да бар. Мысалға су, энергетика сияқты және басқа да қауіпсіздік, мысалға соларды бірге шешетін көптеген мәселелер бар. Тұтас құрлық ретінде орталық Азия қазір өзінің дамуының, ынтымақтастығының жаңа кезеңіне өтті деуге болады. Ол сіз айтқан мынау Әзербайжанның қосылуы. Қазақстан енді мына Қарабах соғысына Әзербайжан мен Арменияның арасындағы бітімгерлікке ол үлкен үлес қосты. Алматы процесі жалғаса отырып, өзіңіз білесіз, жалпы осы Армения, Әзербайжанның сыртқы істер министрлерінің Алматыда кездесуі, олардың мемлекет басшыларының Умраға келуінде Қазақстанның үлкен рөлі болды. Сондықтан жалпы мына Зангезур коридорының ашылуы орталық Азияның дамуына, оның жаңа деңгейге көтерілуіне үлкен ықпал етті. Өйткені Зангезур коридоры бұл Қытай үшін де маңызды, жалпы батыс үшін де маңызды. Middle коридор дейміз, орта коридорының оның энергетикалық тұрғыда, логистикалық, транзиттік тұрғыда теңіз жолдарына балама ретінде бұл қазір кезеңде жалпы Еуразия құрлығының, жалпы әлемнің үлкен қызығушылығын туғызып отыр. Сондықтан осы Зангезур коридорына ақш-тың қызығушылық танытуы, Израильдің қызығушылық танытуы, мысалға Иранмен белгілі бір деңгейде қақтығыстардың орын алуы, бұл жалпы осы коридордың өте маңызды екендігін тағы бір айғақтайды. Енді осы жаңағы Транскаспий коридорының негізгі иелерінің бірі ретінде Кавказда орналасқан Әзербайжанның орталық Азия ынтымақтастығына толыққанды келуі, бұл Орта Азия ұғымының, жаңа айттық, біз географиялық ұғымның геосаяси сипатқа айналғандығын айғақтайды. Сол арқылы қазір біз мына Каспий енді орталық Азияның теңізіне айналып отыр. Өйткені арғы бергі жағындағы мемлекеттердің бір-бірімен ынтымақтасуы, толыққанды интеграцияға түсуі, бір жағы Каспийдің бұрынғы тарихи жаңағы миссиясын, жібек жолын жандандырудағы қызметін меніңше қайта жандандырып отыр. Сондықтан біз қазір кезеңде жібек жолының қайта жаңғырған, жаңа трансформацияланған түріне куә болып отырмыз. Жалпы тарихқа үңілсек, қай кезеңде жібек жолы жанданған, сол кезеңде біздің мемлекеттеріміздің, хандықтарымыздың да күшейгенін білеміз. Өйткені жібек жолының атқарушысы, соның игілігін көруші, шығыстан батысқа, батыстан шығысқа жеткізуші бұл түркі мемлекеттер болған. Бірақ жібек жолы қай кезеңде тоқырады, қай кезеңде Каспий сол мына екі әлемді бөліп тастады. Солай экономикалық игіліктердің азаюы, жалпы мына құрлықтағы транзиттік, транспорттық жаңағы логистикалық қызметінің әлсіреуі түркі халықтарының, соның ішінде біздің орталық Азиядағы хандықтардың бір-біріне қақтығысуына апарды. Өйткені игіліктер азайды, нарықтар кішірейді. Жаңағы сондықтан олардың үлкен бұрынғы мына жібек жолындағы үлкен игіліктен қағылуы Орта Азиядағы кішігірім хандықтардың арасында қақтығысқа апарды. Енді меніңше осы орталық Азияның ортақ нарық ретінде, мысалы соның ішінде Бішкекте біз көрдік, ортақ энергетика тұрғысынан қарастырылуы, немесе жақында ғана ақпарат шықты, мына Каспий арқылы Әзербайжан мен Қазақстанның арасындағы мына әртүрлі кабельдік теңіз астынан жолдардың өтуі, бұл біздің ақпараттық тұтастығымыз, цифрлық тұтастығымызға, сол арқылы жібек жолының цифрланған жалпы диджитал жібек жолы деп айтамыз ба, сондай жаңа сипатқа ие болғанын көрсетіп отыр. Сонымен қатар Қазақстанның Бейнеу-Сексеуіл немесе Жезқазған-Қарағанды жолдарының, Жезқазған-Қызылорда жолдарының қайта іске асырыла бастауы Евразия кеңістігінде жалпы Қазақстанның ортақ қапқа айналғандығын көрсетеді. Бұның барлығын мен тұтас айтып отырғаным, орталық Азия қазір тек қана гуманитарлық,
тілге, әдебиетке, тарихқа, мәдениетке сүйенген бір ағайындық ынтымақтастық емес, қазір сауда экономикалық, транзиттік, коммуникациялық, энергетикалық, цифрлық, технологиялық, жалпы жаңа заманның игіліктерінде бойына жинаған шығыс пен батысты, солтүстік пен оңтүстікті жалғайтын, ешкім бас тарта алмайтын, бәріне де тиімді, бәріне де қолайлы үлкен бір кеңістікке айналып отыр. Бұл және Қазақстанның бастамасы бұл жерде үлкен, себебі мына алғаш 19 жылы Астанада кездесті, 18 жылы айтыла бастағанмен, содан кейін Орталық Азия мемлекет басшыларының консультативтік кеңесі үзбей жалғасты. Біз бір айдың өзінде мемлекет басшыларының, бауырлас елдердің президенттерінің бірге бірнеше рет жиналғанын куәсі боламыз. Кез келген сәтте тіпті Қазақстанда өткен болашақ ойындарына, мысалға сол Орта Азия президенттері келіп жатыр, мысалға, немесе көшпенділер ойыны, немесе басқа да бір біздің үлкен мына жетістігімізге, немесе біз олардың жетістіктеріне қазір жиі барып ортақ болып отырмыз. Бұның барлығы жиілеген кездесулер Орталық Азияның интеграциясын арттырып отыр. Меніңше жаңа институционалдық бастамаға бара жатырмыз. Бұл енді мына Еуроодақтың жаңағы Шенген визасы арқылы еркін жүруі сияқты, еркін туризм аймағына айналуына, Орталық Азияның энергетикалық тұтастығына және басқа да игіліктерге бастайды ғой деп ойлаймын. Бұның енді институционалдық құрылымдары болуы мүмкін, мысалға. Сондықтан Орталық Азия интеграциясы меніңше осы 21 ғасырда Қазақстанның да абыройын асқақтататын, сонымен қатар қауіпсіздігін де нығайтатын, сонымен қатар ағайын 6 мемлекеттің ауызбіршілігі арқылы алапасын арттыратын ынтымақтастық болады деп ойлаймын. Осы жерден сұрақ туындайды. Енді Қазақстанды Орталық Азиядағы орта держава ретінде қарастыруға бола ма? Егер солай болса, ол Қазақстанға қандай жауапкершіліктер жүктейді? Жалпы Қазақстан президенттің енді орта держава туралы пікірін біз бәріміз білеміз ғой, көп айтып жүр. Алпауыт мемлекеттер ғана емес, Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің мүше мемлекеттері ғана емес, қазір кезеңде геосаяси ахуалда орта державалардың мына қызметінің жалпы рөлінің арттырғанын білеміз. Сондықтан жалпы Қазақстан тек қана Орталық Азия емес, әлемдегі орта державалардың бір ретінде мойындалады. Ал Орталық Азиядағы осы интеграцияға бастамашы ретінде Қазақстан біз жетекші мемлекет ретінде қарауымыз керек деп ойлаймын. Өйткені жалпы жан басына шаққанда табысы, экономикалық өсімі, технологиясы, сонымен қатар жалпы мына қуаты жөнінен алғанда тек қана оның территориясы емес, мысалға қай тұрғыдан алғанда қазір Қазақстанның осы Орта Азия интеграциясына бастамашы екенін көрсетеді. Сондықтан жалпы мына 5+1 дейміз ғой, сол Қазақстанның бастамасымен өтіп жатқан, бұл ақш-қа да қызықты болып отыр, Қытайға да, Ресейге де, Еуропаға да, Жапонияға да және басқа мемлекеттерге де. Өйткені жеке-жеке алған кезде ол мемлекеттердің кейбірінің мысалға салмағы ауыр болмауы мүмкін, бірақ тұтастай алғанда 5 саусақ бірігіп жұдырық болады ғой, сол сияқты. Ол ұстаса алақан болады деген сияқты, жұмса жұдырық болатын сияқты. Қазір осы 5 мемлекеттің Қазақстанның бастамасымен интеграциясының артуы қазір Орталық Азияның мынау әлеуетін арттырып отыр. Сондықтан Қазақстанды тек қана орта держава ғана емес, Орталық Азияның табиғи жетекшісі ретінде бағалауға болатын шығар. Жақсы. Енді қорытындылайық, біраз мәселенің басын шалдық, сүйікті тақырыптар қозғалды. Қазақта 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні бар дейді. Енді мен сізге қорытындыны мынандай бір философиялық сұрақпен аяқтағым келіп отыр сұхбатты. Енді жаңа дәуірде Қытайды біз Дэн Сяопинмен, Біріккен Араб Әмірліктерін Шейх Заидпен, Сингапурды Ли Куан Юмен байланыстырамыз. Белгілі бір кезеңдерде мемлекеттің тағдыры мен тұлғалардың тарихи рөлі бір-бірімен сабақтасып жатады. Енді біз Қазақстан тәуелсіздігінің 35 жылдығына жақындап келеміз. Енді 15 жыл алға көз жүгіртейікші. Қазақстан тәуелсіздігінің 50 жылдығына келгенде біз қандай мемлекет боламыз? Қазақстанның алдағы 10 жылдықтағы тағдырын айқындайтын ең басты фактор
не болады деп ойлайсыз? Әрге көз тастайықшы. Өте қызық сұрақ. Енді 15 жылдан кейін біз нешеде боламыз? Бұйырса жасымыз жетсе сол күнді көрейік. Ал енді сұрағыңызға шын мәнінде бір жағы болжам жасау, бір жағы философиялық түйіндеу ғой. Енді кейбір саяси реформалар уақытысында көрініп жатады. Кейбір үлкен бастама, ауқымды реформалардың нәтижесі уақыт өте келе шығып жатады. Мысалға, біз енді Есім ханның ескі жолы дейміз, Тәуке ханның жарғысы бар, немесе Абылайдың дипломатиясы бар. Кезде әр ханды немесе әр дәуірді белгілі бір қызметімен, ерекшелігімен түйіндеп жатамыз ғой. Белгілі бір сол жаңағы сол дәуірді сипаттайтын ерекшеліктерімен есте қалып жатады. Енді құс биігінде 15 жылдан кейін, тәуелсіздіктің 15 жылдығында Қазақстан қалай болады? Менің ойымша бұл әділетті қоғам, әділетті мемлекет ұғымы салтанат құрған, трансформацияланған, жалпы алғанда дамыған мемлекет ретінде бірнеше қырын айтуға болатын шығар. Әрине өте көп, бірақ менің қазір ойыма келіп отқан біріншісі бұл әлемдік геосаяси жағдайда халықаралық қауіпсіздік архитектурасында өзіндік орны бар, беделді, жаңғырған жібек жолының бойында инновациясы, технологиясы дамыған, Орталық Азия мемлекеттерінде жетекшілік рөлі күшейген мемлекет ретінде бірінші халықаралық жағдайда. Жалпы дипломатия арқылы Қазақстанның меніңше мәртебесі арта түседі ғой деп ойлаймын. Жаңағы әу баста айтылғандай қазақша кітаптар көбейген, сол біз қазақ мәдениеті қазір Димаш сияқты әлемге паш ететін біздің жастарымыз көбейген, сондай бірегей қоғамға айналамыз деп ойлаймын. Осылардың барлығын сайып келген кезде менің болашаққа деген сенімім өте жоғары. Өйткені біздің қазіргі ахуалымыз, қазіргі бетке алған бағытымыз, конституциялық реформалар, қазіргі үлкен трансформациялық өзгерістер осыған бастап бара жатыр. Көп рахмет, айтқаныңыз келсін. Лайым сол күндерге жетейік. Шақыртуымызды қабыл алып, Ербол Сейілхан YouTube арнасына келгеніңізге көп рахмет. Сізге рахмет. Жақсы, ендеше түйіндейік. Бұл Ербол Сейілханның YouTube арнасы. Ендеше дәл осы сұхбатқа лайк басыңыздар, міндетті түрде пікір білдіріңіздер және таратыңыздар. Ерболдың арнасында әркез елдің сөзін айтайық.